Сәлем Стамбулдан. Бүгін ПП видео күнделігінің 7-ші күні. Бүгін бізде ашығу, разгрузка. Мен кефир ішіп отырмын. Біздерге тапсырма берді чатта. 7-ші күні разгрузка жасаймыз. Ашығу, список берді. Кефир ішесіз, немесе алма, немесе шай, немесе творогпен, тағы басқа 5-6 вариантын берді. Сонымен ашығасыз деп. Ертең бізде отчет тапсырамыз, ертең. Отчет күні бізде ертең жексенбі күні. Бір апта өтті, 7 күн өтті. Так, айтпақшы салмағымды айтып кетейін. Бүгін салмағым 12-де 4. Общий салмақ берген 4. Ертең енді разгрузканың кезінде қанша болады екен қараймыз. Терезем алдында теңізге қарап отырмын. Былай кефирімді ішіп қойып, бүгін кішкене маған ауыр болды. Неге десеңіз, кефир тек ішіп жүргенсін, қарным ашып өлейін деп жүрмін дейсің. Енді ертең көреміз қандай болады екен салмақ. Мен еще естедім, сантиметрлерді өлшедім. Соны сізге жазып кетем, тоже мөлшерге бастапқысын. Ертең таңертең ұмытып кетпеу керек өлшеуге тоже. Қанша кеткен общий объемнан, өлшерімнен. 1-2 сантиметр кетсе жақсы болар еді. Сосын келесі аптаны бастаймыз. Ертеңнен бастап қайттан жалғастырамыз бұмызды. Бүгінгі видео күнделігім, видеом ондай көп ұзақ болмайды. Обычно басқа күндерде бір 4-5 минут қой, енді бүгін енді бір 2 минут болады шығар. Мына кефирден басқа не түсірем, сендерге білмеймін. Бүгін баламмен шығып келдім, қыдырып далаға, сосын баланы ұйықтату, сосын айран ішу болды, басқа ештеңе, үйдің шаруашылығы. Оны сіздерге тақта көрсетпеймін, қызық емес болғасын. Бұл видео күнделік. Сол бәріңізге рахмет. Тастаған бүгінгі килограмм 12-де 4. Ертең қараймыз. Сау болыңыздар, рахмет.